Шарын шатқалының шартарабы. Бұл Қазақстанның өте көне және көркем жерлерінің бірі. Алматыдан шамамен 200 шақырым жерде орналасқан. Ұлттық паркінің құрамына кіретін Шарын шатқалы отандық және шетелдік туристерді таңғажайып көріністерімен тамсандыратыны рас. Шатқал 12 миллион жылға жуық шөгінді тау жыныстарынан жасақталған. Оның құздарының биіктігі 150-ден 300 метрге дейін жетеді. Мұнда өсімдік атаулысының 1500 жуық түрі бар. 17-сі Қазақстанның қызыл кітабына енген. Шарын шатқалында биіктігі 150-ден 300 метрге дейін жететін Қамалдар аңғары, Жалмауыз кемпір шатқалы және тағы басқа құмды жарлар бар. Жергілікті халық шатқалды қорғанды Қамалдар аңғары деп атайды. Аңғар ұзындығы шамамен 2 шақырым, ені 20-дан 80 метрге дейін барады. Шатқалдан ежелгі суретшілердің төл туындыларын көруге болады. Жабайы аңдардың бейнесі арқылы бұл аймақта палеолит дәуіріндегі құс жануарлардың мекендеген аңғаруға болады. Шатқал бойымен ағатын Шарын өзені кіші өзендер келіп құяды. Өзен ағысы секундына 10-12 шақырымға жетеді. Бұл ағыс рафтинг спортына жарамды. Өзеннің арнасының кеңдігі 35-40 метрге дейін жетеді. Шарын шатқалының аумағына өзенмен бірге шетен тоғай енеді. Тоғай негізі соғдиян шетенінен құралған. Әлем бойынша мұндай тоғайлар 2 жерде ғана бар. Бірі Қазақстан шетен тоғай сақталса, бірі Солтүстік Америкада ғана сақталып қалған. 1964 жылы шетен тоғайы табиғат ескерткіші деп жарияланды.